Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Мирисупов Миржалал Равшанович, Павлодар облысының Тереңкөл аудандық ауруханасының басшының медициналық жөнінде орынбасары және дәрігер-эпидемиологымын. Мен бұл аудандық ауруханаға 2022 жылы дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы келдім. 2024 жылы қыркүйек айынан бастап басшының маған деген сенімі және ұсынысы арқылы басшы орынбасары лауазымына тағайындалдым. Бұл әрине маған деген сенім, бұл сала нағыз жауапкершілікті, күрделі шешім қабылдауды талап ететін бағыт екенін сезіндім. Дәрігер толық жобасына қатысу мақсатым ауыл медицинасындағы мәселелерді ашықтау және дамыту. Ауыл медицинасы дамытудың ең алғашқы мәселесі бұл дәрігер тапшылығын жою және медициналық құрал-жабдықтарды жақсарту. Медицина тек мамандық емес, бұл өмір салты, ұстаным, азаматқа деген махаббат пен жауапкершілікті білдіреді. Менің жолым сенім, еңбек және үздіксіз даму, өзіме берілген мүмкіндіктерді бағалап, қоғамға пайдалы маман болу менің басты мақсатым.